Сәлем достар, бұл бейістің кино әлемі. Бұл ретте америкалық фильм «Бақыт құсы есік қаққанда» жайында айтамыз. Крис қайда барса да жанынан бір аппаратын тастамайды. Бұл рентгеннің орнына қолданатын сүйек тексеретін аппарат. Ол әр айда осында 2 аппарат сатса ғана квартирасының және баласының балабақшаға ақысын төлей алады. Бірақ көп уақыт болды, ол әлі біреуінде өткізбеген. Крис парақшасын салып, осы аппараттың аймақтық меншігін сатып алған. Нәтижесінде бұл аппараттың саудасы жүрмейтін болып шықты. Себебі, рентгенге қарағанда аз жақсы болса да, бағасы рентгеннің 2 есесі екен. Кристің тұрмысы осылайша қиыншылыққа тап болды. Әйелі фабрикада жұмыс істейді. Жалақысы төмен. Бір үйдегі 3 адамның күнделікті тұрмысын әрең қамтамасыз етіп жүр. Bir күні Крис көшеден қымбат көлікке отырған ер адамды көріп қалып, одан не жұмыс істейтінін және қалай істейтінін сұрады. Ер адам өзін қаржылық брокермен деп таныстырды. Крис бұндай кәсіпті естіп, жоғарғы білім алғандар ғана айналысатын сала екен деп ойлады. Бірақ ер адам бұл саланың білімге талабы жоқ екенін, тек есепке және адамдармен тіл табысуға мықты болса жеткілікті екенін айтты. Крис сауда ғимаратына кіріп шығып жатқан адамдардың бақытты күлкісін көріп, менің бақытым қашан келеді деп еріксіз ойға батты. Осы күні түнде Крис көп ойланып, биржалық брокер болуды шешті. Әйелі оны мазақ етіп, сен неге ғарышкер болып ұшып кетпейсің деп Криске көз алдындағы қиыншылықты шешуді айтты. Олар квартирасының жалақысын төлемегелі 2 ай болған. Әйелі де соңғы 4 ай бойы 2 жұмыс істеп жүр. Бірақ қаржылық жағдайлары әлі де қиын. Ал әйелінің шағымына Кристе дәрменсіз. Ол көптеген талпыныстар жасады, бірақ неліктен екені белгісіз, жағдайы өзгерер емес. Ертесі Крис бір қаржылық компанияның практикант қабылдап жатқанын көрді. Кіріп өтініш жазғанда өзін жақсы көрсету үшін қолындағы аппаратын жанындағы кезбе әншіге қарап тұруды өтініп, және $1 төледі. Крис бұл аппараттың ақшаға жарамайтынын әншіге бірнеше рет ескертті. Нәтижесінде ол қабылдауға кіре салысымен терезеден әншінің қашып бара жатқанын көрді. Крис те артынан қалмай жүгіріп метроға түсті, бірақ бәрібір үлгермеді. Бір аппараты жоғалса, бір айлық тұрмысының қаражаты жоғалды деген сөз. Ертесі көшеден Крис кешегі кезбе әншіні кездестірді. Осы жолы ол автобусқа қуып шығып, аппаратын қайтарып алды. Салық чектерін көріп отырған әйелі күйеуінің үйге 2 аппарат алып келгенін көріп, көңілі қалды. Бәрі жақсы болып кетеді деп Крис әйелін жұбатты. Бірақ бұл сөзді әйелі жылдар бойы естіп келе жатыр. Ол енді Криске сенбей қалған. Осыдан кейін 1 ай өтті. Практикадан өтуге жазған өтінішінен әлі хабар жоқ. Сондықтан Крис компанияның алдында күтіп тұрып, менеджерді кездестірді. Бірақ менеджер бір жаққа барғалы такси шақырып қойған. Өзіне бір орай алу үшін Крис мен де сол жаққа бармақшымын деп өтірік айтты. Менеджер амалсыз Криспен бірге баруға келісті. Бірақ көлікте менеджер қолындағы кубикпен ойнап, Криске мән бермеді. Кубиктің жаңа шығып жатқан кез еді. Көп адамдар құрастыра алмайтын. Алдында баласының туған күнінде достары кубик ұсынған. Крис бос уақытында ойнап көрген. Енді Крис өзінің кубикті құрастыра алатынын айтады. Кристің сөзіне менеджер сенімсіздік танытты. Ал Крис шынымен құрастырып шыққанда менеджер таң қалып қалды. Және Кристі де ойынына жаттап алды. Менеджер көліктен түскеннен кейін Крис таксидің бағасын көріп сасып қалды. Себебі оны төлеуге ақшасы жетпейді. Амалсыз, такси бағдаршамға тоқтағанда, Крис көліктен түсіп қаша жөнелді. Ол қашып жүріп кешірім сұрап жүр. Крис бұндай тәрбиесіз емес еді, бірақ кедейлік осыған алып барды. Жүргізуші де артынан қалмай, метро бекетіне қуып түсті. Метроның есігі жабылар сәтте Крис кіріп үлгерді. Бірақ қолындағы аппараты есіктің сыртында қалып қойды. Метро жүргенде амалсыз аппаратын тастады. Метродан шығып, Крис әйеліне хабарласып, өзінің кешігетінін айтты. Әйелі үйде болып бала қараймын деп жұмысынан кешіккен. Өзі әрең шыдап жүрген әйелге бұл от жаққандай болды. Енді ол заттарын жинап, баласын ертіп, бұл үйден кетпекші. Крис ести салысымен асығыс автобусқа отырып үйіне тартты.
Жолда оның есіне тәуелсіздік декларацияда өмір сүру, еркіндік және бақытты болуға талпыну құқықтары жайында жазылғандар түсті. Оны жазған адам тек бақытты болудың жанына ғана талпынуды қоса жазған. Бақытқа тек талпыну арқылы жетуге болатын шығар, бірақ ол қанша талпынса да жете алмай жүр. Крис жүгіріп үйіне жеткенде, әйелі баяғыда баласын ертіп кетіп қалған. Осы кезде менеджер телефон жалғап, Кристі 2 күннен кейін компанияға келіп кездесу өткізуді хабарлады. Тұрмысында қанша қиыншылық болса да, Крис баласынан айырыла алмайды. Екінші күні таңертең бала бақшаның алдынан әйелін кездестірді. Әйелі екеуі бала үшін айғайласып қалды. Түстен кейін Крис ерте келіп, баласын ертіп үйіне қайтты. Кешкі ас ішіп отырғанда үй қожайыны есік қақты. Крис пәтер ақысын төлемегелі көп уақыт болғандықтан, қожайын оған ертесі көшіп кетуді талап етті. Крис барын салып оған өтініш жасады. Соңында қожайыны тағы бір апта уақыт беруге келісіп, Крис кетпей тұрып пәтерді ақтап беруді шарт етті. Екінші күні Крис қабырға ақтауға кірісті. Осы кезде машинасының айыппұлын төлемегендіктен Кристі полициялар тұтқындады. Крис амалсыз әйеліне хабарласып, баласын балабақшадан күтіп алуды өтінді. Ол әйеліне не болғанын айтпады. Әйелі де ештеңе сұрамай, үнсіз жылаумен болды. Крис осылай қамауға бір түн отырды. Ертесі таңертең құжаттарын ыңғайластырып болып, қаржылық компанияны бет алып жүгірді. Себебі бүгін кездесетін күні. Менеджер Кристің үстіндегі бояу-бояу киімін көріп, өзін ыңғайсыз сезінді. Себебі бүгін кездесуде компанияның қаржыгері бар, және қаржыгерге Кристі өзі ұсынған. Крис өзінің сыртта тұрып, осындай киіммен кездесуіне сылтау іздеп, соңында шындықты айтуға шешкенін жеткізді. Ал қаржыгер Кристің жалпы жағдайын білгеннен кейін бір ғана сұрақ сұрады. Егер біреу үстіне киім кимей кездесуге келсе, қалай ойлайсың? Егер соңында мен осы адамды жұмысқа алсам, сен тағы қалай ойлайсың деді. Крис оған жауап берді. Онда бұл адамның шалбары киюі өте парасатты болған деп ойлаймын деді. Кристің жауабы қаржыгердің көңілінен шықты. Бірақ кездесу өткеннен кейін Крис ойланып қалды. Себебі әу баста ол практикадан өтетін 6 айда жалақы жоқ екенін білмеген. Және ең соңында практикадан өтетін 20 адамның біреуі ғана жұмысқа алынады екен. Тұрмысында қиыншылық болып жатқан Крис үшін шешім қабылдау қиын. Ал менеджер Кристің осы орайды қолдан жібермей талпынғанын қалайтынын айтты. Енді Крис тағы бір рет талпынып көруді шешті. Қалған 6 аппаратты сатып жіберсем, ендігі 6 айға жетерліктей ақша болар деп жоспар құрды. Түнде әйелі баласын Криске алып келді. Ол Нью-Йоркке барып, туыстарын паналамақшы және баласында алып кетпекші екен. Себебі Кристің қаржылық жағдайы баласын бағуға жетпейді. Крис өзінің компанияға практикант болып кіргенін және қаржылық брокер болуға үміті бар екенін айтты. Әйелі баласын қимайды, бірақ Кристің сүйеніш етіп жүрген баласын жанынан алып кетуге де дәті бармай, баласын Кристің жанында қалдырды. Артынан Крис баласын ертіп, бағасы арзан күндік қонақ үйге көшті. Демалыс күні баласымен баскетбол ойнап жүргенде, баласы өскенде баскетболшы болам деп айтады. Бірақ Крис өзінің баскетболға таланты жоқ екенін, сондықтан баласының да таланты асып ешқайда бармайды деген ойын айтып, баласына баскетбол үшін уақытын бос кетірмеуді айтты. Баласы бұны естіп көңілі түсіп, допты жинады. Крис сүлкіне түсіп кеткен баласын көріп, өзінің қате сөйлеп алғанын түсінді. Сондықтан ол баласына, ешкімге өзіңді талант иесі бола алмайсың деп айтқызба. Тіпті маған да. Егер өзіңде арман болса, онда оны қорғай біл. Өз қолынан ештеңе келмейтін адамдар саған жетістікке жете алмайсың деп айтқысы келеді деп айтты. Баласы ойланып әкесіне қарады. Негізі Крис бұл сөзді өз-өзіне айтып тұр. Енді Кристің практикант кезеңі басталды. Практиканттар бір жағынан кітап оқып, емтиханға дайындалуы, енді бір жағынан телефон жалғап, клиент тартуы керек. Қанша телефон соқса, сонша орай бар екенін Крис анық біледі.
Түскі демалыста Крис алдында метрода қалып кеткен аппаратын бір кезбенің қолынан көріп артынан жүгірді. Ойламаған жерден Кристі көлік соғып кетті. Тәлейіне орай еш жері зақым болмаған, тек бір аяқ киімін жоғалтып алды. Крис осылай сыңар аяқ киіммен жұмысқа барды және баласын да күтіп алды. Көп жағдайда 6 ай ішінде компанияға ең көп клиент тартқан практикант жұмысқа алынады. Сондықтан барлығы тізімдегі адамдарды өз клиенті қылып алуға барын салып жүр. Бірақ практиканы өткізетін бригадир Кристі жұмсап, жеке жұмыстарына жіберуді жақсы көреді. Крис өзін төмен саналып қалдым және көзіне жақсы көрінбедім деп ойлады. Бірақ ол еңсесін түсірмеді. Уақытты үнемдеп көп телефон соғу үшін ол трубканы да қоймады, тіпті суды да ішпейді. Осылай болса, дәретке баратын уақытта үнемделеді. Елдің бәрі сағат 7-де жұмыстан шығады, ал Крис баласын күтіп алуы керек. Сондықтан ол 6 сағат ішінде елдердің 9 сағатта жасайтын жұмысына үлгеруі керек. Бір күні Крис бір бай клиентке телефон жалғады. Ол зейнетақы қорының бастығы болып шықты. Және Криске 20 минут ішінде келіп бетпе-бет сөйлесуді талап етті. Крис қатты қуанды. Ол жүріп өзінің не айтатынын дайындады. Ойламаған жерден бригадирге кездесіп қалып, бригадир оны көлігін тоқтатуға жұмсады. Крис әрең дегенде бос орын тауып көлікті тоқтатып, клиенттің офисіне келгенде, клиент баяғыда кетіп қалған. Демалыс күні Крис баласын ертіп клиенттің үйіне келіп, уәдесінде тұрмағаны үшін кешірім сұрады. Қарсы жақ кеңпейіл адам екен. Оны көңіліне алмағанын айтып, Кристі бірге топ көруге шақырды. Соңында клиент Кристің компаниясына қаржы салмаса да, Крис оның сатысындағылармен танысып, басқа көптеген клиент тапты. 4 айдан кейін, әрең дегенде қалған аппаратты сатып жіберді. Бірақ Кристің өмірі оны тәлкек қылғанды жақсы көретін сияқты. Крис алдындағы салықты төлемегендіктен, үкімет оған ескерту жасамастан, оның банк шотындағы $600 алып қойған. Енді Кристің шотында бар болғаны $21 қалды. Өзінің бұрынғы семіз көршісі $14 қарыз екені есіне түсіп, оған қарыз қайтаруын сұрады. Бірақ көршісі мойындамай қойды. Оған Кристің де амалы жоқ. Баласы екеуі саябаққа келіп, аппаратты алып жүрген кезбені кездестірді. Криске тағы үміт пайда болды. Енді ол осы аппаратты сатып жіберсе, тұрмысына ақша табылады. Крис әрең дегенде аппаратын өткізді, бірақ аппараты бұзық болып шықты. Енді ол сүркіне түсіп, баласын ертіп қонақ үйге қайтты. Бірақ пәтер ақысын төлемегеніне байланысты қожайын оларды қуып шықты. Крис баласын ертіп метро бекетіне келді. Қайда барып паналарын да білмейді. Крис тұрмыстық қиыншылығы, баласының өмірге деген қызығушылығынан айыруды қаламайды. Сондықтан ол баласына бұл аппарат уақыт машинасы деп, және баласымен ежелгі заманға кеттік деп ойнай бастады. Баласы 5 жаста болса да ақылды. Ол әкесінің қиыншылығын сезінеді. Сондықтан әкесіне сербесіп ойнап жүріп, метро бекетінің дәретханасына келіп, артынан әкесінің құшағында ұйықтап кетті. Дәретхана есігін адамдар тоқтаусыз қағып жатты. Ал Кристің қолынан келетіні, баласының құлағын басып, аяғымен есікті тіреп тұру. Ешқашан ешқандай қиыншылыққа мойынсынбаған Крис осы сәтте жылап жіберді. Ертесі Крис жәрдем бекетіне келіп, олардан өздерін бір түн түнетуді өтінді. Бірақ жәрдем бекеті ер адамдарды қабылдамайды. Қызметші оған шіркеуге барып көруді айтты. Шіркеуде орын шектеулі, ал кезекке тұрған адамдар көп. Тәлейіне орай Криске ең соңғы жатын орын бұйырды. Осыдан бастап, Крис заттарын көтеріп жұмысқа барып, жұмысын тез аяқтап, баласын алып сағат 5-тен бұрын кезекке тұрып, баласын ұйықтатқаннан кейін саңлаудағы жарықты пайдаланып, кітап оқып емтиханға дайындалатын болды. Артынан Крис қан сатып, аппараттың бұзылып қалған бөлшегін алды. Ол аппаратты жасап сатып жібермекші. Түнде баласы одан сұрады: "Менің себебімнен шешем кетіп қалды ма?" деп. Крис ешқашан оған: "Бұлай ойлама, шешеңнің кеткені өзінің себебі, сенімен ешқандай қатысы жоқ" деді. Баласы Кристің бетін сипап: "Сен жақсы әкесің" деді.
Баласының Криске деген сенімі оның талпынудағы ең үлкен қозғаушы күші. Артынан Крис алған бөлшегімен аппаратын жасап шықты. Одан шыққан жарық бөлмені жарықтандырды. Ал Крис үміт ұшқынын көргендей болды. Крис аппаратын сатып, келесі 4 аптаны қамтамасыз ететін ақша тапты. Ол баласын ертіп қонақ үйге көшті. Әкелі балалы екеуі құшақтасып ұйықтады. Көп уақыттан бері екеуінің тыныш ұйықтаған ұйқысы осы еді. Бір күні жұмыстан кейін Крис баласын ертіп теңіз жағасына келді. Теңізге қарап өзінің қобалжуын баспақшы. Себебі ертең практиканың ең соңғы күні. Ол өзін не күтіп тұрғанын білмейді. Практика кезінде ол 31 клиентпен келісімге отырса да, өмірі әртүрлі қиыншылық пен дәрменсіздікке толы. Екінші күні жұмыс аяқтар алдында қаржыгер Кристі офисіне шақырды. Қаржыгер ертеңнен бастап Крис компанияның брокері екенін хабарлады. Бұл сәтті Крис күткелі қашан. Ол көзіне жас алып көшеге шықты. Адамдардың арасында еріксіз қол соғып, өзіне қошемет көрсетті. Бақыт құсы кешігіп жетті, бірақ келмей қалмады. Артынан Крис өзінің де компаниясын құрды. Өз армандарымызды арқалап жүрген кезде, сен жарамайсың, сен істей алмайсың деп айтатын адамдар жетеді. Көп адамдар қиыншылыққа мойынсынып, басылып қалады. Ал кейбіреулері еңсесін түсірмей, өмірдің сынақтарын жеңіп өтіп, батыр болып шығады. Шынымен, кедейдің жетістікке жетуі қиын. Оларда талпынып жұмыс істеп жүр. Бірақ тұрмыстың қиыншылығы бастарын көтертпейді. Әлемде барлық адам тең дәрежеде өмір сүріп жатқан жоқ. Өзіміз дамыған ақш, Еуропада дүниеде келмегендіктен, оларға қарағанда 100 есе, тіпті 1000 есе артық талпыныс жасауымыз керек. Сонда ғана өз ойлағанымызға жете аламыз. Бірақ шынайы өмірге келсек, көбіміз талпыныс жасамаймыз. Тек өз-өзімізді жұбатып, алдап қоямыз. Барлық талпынысымыз жақсы нәтижеге ие бола бермейді. Бірақ талпынбасақ, бақыт құсы есігімізді қаққанда да, есікті ашуға қабілетіміз жетпей қалуы мүмкін. Осымен фильм аяқталды. Ұнатқан достар лайк басып, каналға жазылып, достарыңа бөлісуді ұмытпаңдар. Келесі кездескенше.